Міне Астенда темір жол бекітінде Бельгияның пойыздары. Мен бүгін Бельгияның басқа бір аймағы, Фламандтық Брабант деген провинцияның өңірінің несі, астанасы, атақты студенттер қаласы Левен деген қалаға бара жатырман. Мына Бельгияның пойыздарының іші, бұл екінші класс. Бұл екі этаждан тұрады. Екінші этажда бірінші класс жолаушылар отырады. Мен қазір Остенді бекетінен айтқанымдай Брюссельдің жанында орналасқан қалашық, қала Левен деген әйгілі студенттердің қаласы болып саналады. Соған бара жатырмын. Левен Фламандтық Брабант деген аймақтың әкімшілік орталығы. Міне бекеттері таза, жолдары да таза. Бельгияның тап-таза жасыл көк шалғын алқаптары. Міне мен Левен қаласының станциясына жетіп қалдым. Енді қалаға барамын. Міне сұлу Левен қаласы. Левен қаласында. Левен қаласында мамам екеуміз қыдырып жүрміз. Қандай керемет. Сөз жетпейді. Бұндай әдемі. Артымда Бельгияның Фландрияның меруерті Левен қаласының әкімшілігі, соның ғимараты өте сұлу. Қандай керемет, Мынау Бельгияның інжу маржаны меруерті, Фландрияның інжу маржаны меруерті Левен. Левен қаласының ратушасы. Бельгияның, Еуроодақтың, Фландрияның тулары, жалаулары. Казахо-туристо. Казахо-туристо. Welcome Каю Левен. Бұл Бельгияның Корольдік университеті. Вау! Левеннің Корольдік университеті осы.
Қазір құрылыс жұмыстары, жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Міне Бельгияның байрағы желбіреп жатыр. Еуропаның тар көшелері, тар жолдары. Ертегі ғой, мынау ертегі, иә? Actually, Europe looks like a very beautiful marvelous fairy tale.